Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Біз сіздермен кезекті нұсқа талдауымызды бастаймыз. Сіздермен байланысты Аяжан Манарбекқызы. Ең алғашқы сұрағымыз. Қанмен салыстырғанда лимфаның баяу ағу себебі. Жалпы қан мен лимфа ол біздің ағзамыздағы ең басты сұйықтық. Олар ағзадағы гомеостаз процесін реттеуге қатысады, яғни ішкі тұрақтылығымызды сақтау. Осы жерде негізі қан мен лимфаны көп салыстырамыз, және де мынандай тұжырым айтамыз, лимфа негізі қанға қарағанда сұйық, бірақ ол кішкене баяу ағады қанға қарағанда. Неліктен? Себебі лимфаның баяу ағуына әсер ететін екі фактор бар. Ол біріншісі өкпедегі төменгі қысым лимфаның осындай баяу ағысты қозғалысына әсер етеді. Екіншісі ол лимфаның қозғалысы біздің бұлшықетімізге тәуелді, яғни іс-қимыл іс-әрекет, бұлшықеттің жиырылуы, жазылуы деген сияқты процестерге лимфаның ағысы ол бір ғана бағытта ағып қозғалады, және ол жүректің қызметіне бағынышты емес, жүрекке тәуелсіз қозғалады. Сол себептен де біз айтамыз, жалпы лимфа ол жүрек қан айналым жүйесінің тікелей өзіне кірмейді, қатыспайды. Қалған варианттарды қараңыздар. Жүректің жиырылуы арқылы қозғалады, яғни қан тамырлардың ішіндегі бұл тікелей қанға байланысты айтылып тұр. Келесі, құрамында нәруыз едәуір көп болады. Құрамында 7-8%-ға дейін нәруіз болатын. Ол бізде қан, яғни қан жатады. Және де бірыңғай салы бұлшықеттердің жиырылуынан әрине лимфаның ағзадағы қозғалысы ол бірыңғай емес, денедегі көлденең жолақты бұлшықеттердің жиырылуына, қозғалысына тәуелді. Келесі, М3 холинорецепторлар орналасады. Жалпы осы холинорецепторлардан көпшілік оқушылар арасында да жиі болады, қиналам деген сияқты. Холинорецепторлар біз білетін М түрінің бесеуі бар, және де H дейтін түрі бар, немесе H деп айтамыз. Енді бұл М түрінің бесеуі де үнемі келеді. Ұстаздардың тесттерінде де оны да сіздер толыққанды түсініп, ұғынып, жаттап алуларыңыз қажет. Бізден М3 жолын сұрап тұр. М3 холинорецепторлар орналасады. Олар бірыңғай салалы бұлшықеттер мен эндокриндік бездерде орналасады. Келесі енді вариант бойынша талдайықшы. Сілекей безі және де мононуклеарлы қан жасушаларында орналасады. Ол бізде М5 деген түрі. Вегетативтік ганглиялар мен орталық жүйке жүйесінде орналасатын ол холинорецептордың М1 деген түрі. Жүрек және де өкпе альвеоласында орналасатын ол М4 деген түрі. Және де мына жерде бізде М2 жоқ. М2 тоже жүректе деп басталады, жүректе орналасатын, сосын жүйке талшықтары деп беретін мысалдармен. Каждый жаттап алайық, өйткені бұлар міндетті түрде келетін, әсіресе В деңгейлі тапсырмалар ретінде қарастырылады. Келесі, қатерлі ісік пайда болуының негізгі себебі қандай? Жалпы қатерлі ісіктің пайда болуының бізде екі түрін қарастырады оқулық бойынша. Мына жерде соның бір мысалы тұр, ол бізде сомалық мутация. Сомалық мутация ол дене жасушаларындағы болатын мутация салдарынан болады. И соматикалық мутацияның түрі ретінде бізде екі ауру берілген. Фанкони анемиясы, ретинобластома, нейрофиброматоз дейтін үшінші аурудың түрлері де бар. Тек ретинобластома мен фанконияға толық қосылады. Толық тоқталады кітапта. Фанкони анемиясының ерекшелігі ол сүйектің кемігі дейміз ғой. Сүйек кемігінде бізде қан жасушалары түзіледі ғой. Сол жерде өзгеріс болады. Сол жердің бұзылуы нәтижесінде қан дұрыс түзілмейді, сүйектер зақым келе бастайды. Ағзада осындай өзгерістерге алып келеді. Сосын ғой оны фанкони анемиясы дейді. Қан жасушалары дұрыс түзілмейді, жеткілікті мөлшерде болмайды. Ретинобластома ол жас балаларда болатын, көздің торлы қабатында пайда болатын қатерлі ісік ауруы. Ретинобластома, оның тұқым қуалайтын түрі де бар, тұқым қуаламайтын түрі де кездеседі. Яғни осы соматикалық мутация жатады екен. Келесі, төртінші сұрақ. Хромосомасы 21+X болып келетін адамдағы аномалия дейді. 21+X, яғни трисомия, бұл бізде Даун синдромы. Өте жиі кездесетін Эдвардс, Даун, жалпы трисомия, моносомиялық аурулардың барлығы өте жиі кездеседі сіздерде тест тапсырмаларында. Оның негізгі белгісі мына жерде кең-кеңсірікті деген жауапты қабылдаймыз. Кең-кеңсірікті деген сөз, мынау мұрынның түбі жалпақ болады, соны кең-кеңсірікті, еще мұрындар кішкене қысқа болып келеді. Осы оның айқын белгісі. Көздерінің орналасуы, ауыздың орналасуы үнемі ашық болып, тілінің кішкене сыртқа шығып тұруы, шүйдесінің тегіс болуы, яғни
мойын болмай арқаға бас бірден жабысып қалған сияқты болады ғой, сол үшін шүйдесі болмайды, тегіс деп айтады. Қол сызықтарында да айырмашылықтар болады. Келесі варианттар талдайық. Иығы кең. Иығы кең, жалпы кең иықтың болуы ол ер адамға тән белгі деп айтамыз негізінен. Бізде мындай хромосомалық жалпы геномдық мутация нәтижесінен пайда болатын хромосомалық ауру бар, Шершевский-Тернер деген. Бұл Шершевский-Тернердің ерекшелігі қыз балаларда болады. Бұл моносомия, қыздардың жыныс хромосомасының біреуі болмайды, сол үшін X0 деп жазылады да. Бойлары қысқа, қол-аяқтары қысқа, но ұлға тән белгілер басым болып кетеді. Сүт бездері дұрыстанмайды, даусында өзгеріс болады, жыныс жүйесі де әрине дұрыстанмайды, иықтары кең болады, мойындары жарғақ сияқты ірі болады. Осындай белгілердің бәрі Шершевский-Тернер деген синдромға тән. Келесі, аяқ қолының ұзын болуы, бұл ұлдар арасында жиі кездесетін Клайнфельтер деген синдром бар. Сода кездеседі, яғни ұл баланың жыныс хромосомасы бізде XY қой. Оларда тағы X хромосома қосылып кетеді артық. Яғни XXY деген сияқты. Аяқ қолы ұзын болады, жыныс жүйесі дұрыс жетілмейді деген сияқты осындай белгілері бар. Ақыл ойында да ақаулар болуы мүмкін. Салмағы өте жеңіл. Салмағы өте жеңіл деген вариант бізде екі синдромда кездеседі. Біреусі Эдвардс синдромы болса, екіншісі осы Шершевский-Тернерді де осы ауытқуды көп айтады. Жалпы негізі бұл аурулардың барлығының белгілерін, симптомдарын қайталап алған дұрыс, өйткені бұлар өте жиі кездеседі. Келесі, 5-ші сұрақ, жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалау типі. Енді жыныспен тіркескен дегенде бірден ойымызға X хромосома келу керек. Неге? Давайте қайталайық. Әйел адамның жыныс хромосомасы XX, ал ер адамныңқы XY болады, білеміз, бірақ естеріңізде болсын. Біз оқушыларға да сөйтіп түсіндіреміз ғой, жалпы адам ағзасындағы маңызды генетикалық ақпараттар X хромосома арқылы тұқым қуалайды. Y хромосоманың ондай қабілеті жоқ. Y хромосомада ол жынысты анықтайды, ер баланың жынысын. Және тек әкеден ұлға ғана берілетін ерекше белгілер бар. Мысалға, аяқ саусақтарының арасында жарғақтың болуы дейтін белгілер бар. Сосын құлақтың ішіндегі қалың түктің болуы, ол ұлдарға ғана тән симптомдар ғой, байқасаңыздар. Вот осындай белгілер Y хромосома арқылы әкеден ұлға ғана беріліп отырады. Кейбір белгілер, ал негізінен маңызды генетикалық белгілер, аурулар, тағы басқа факторлардың барлығы X хромосома арқылы тұқым қуалайды. Түсіндік қой? Енді осы жерде біз дұрыс вариант іздейміз. Жыныспен тіркескен белгілердің ішінде бізде дұрыс жауап мынау келеді. Науқас әйелден ауру қызына да, ұлына да беріле алады. Неліктен? Себебі қыз балада 2 X хромосома бар. Жынысты анықтау кезінде бұл X хромосома қыздың генетикасын анықтауға да қатысады, жынысын, ұлдың жынысын анықтауға да қатысады, міне. Сол себептен ауру анадан ұлға да қызға да белгілер тасымалдана алады. Қалған варианттар келмейді. Мысалға, аурулар келесі ұрпақта Y хромосомада жоқ, көрініс табылмайды. Науқас әйелден тек ұлдарына ғана беріледі. Жоқ, исключение жоқ ол жерде. Әйелде 2 X хромосома болғандықтан ол қызына да, ұлына да бере алады. И мына жерде тек ұлдарына деген сөз бұзып тұр ғой. И науқас ер адамнан тек ұлдарына ғана беріледі дейді. Жоқ. Негізінен көбінесе ер адам өзінің X-ындағы белгілерін көп жағдайда қызға береді. Өйткені қызын жынысын анықтаған кезде осы X анасының X-мен қосылады ғой, осылайынан. Y ол ұлдыңкін анықтауға кетіп қалады. Сол үшін әкеге ұқсас болуы қыз баланың, и әкесі ауру, мысалға, әкесі ауру, бірақ өзінің дені сау, гемофилия бойынша қыз бала деген кезде біз сразу айтамыз, қыз бала тасымалдаушы деп. Неге? Өйткені қыз балада әкесінен алған ген бәрібір болады деген сияқты ғой. Яғни осындай қағидаларға сүйене отырып. Келесі, қасқырдың қызыл түсті болуы есеп шығарамыз. Доминантты белгі дейді. Мына жерге бірден жазып қояйын. Қызыл түсті болу доминантты үлкен А. Ал қара түсті болу рецессивті белгі дейді, жарайды. Ол кішкентай А болады. Енді бізге айтады, гомозиготалы доминантты ген мен деп бөлек айтып тұр. Значит, бірінші белгі бізде гомозиготалы доминантты дейді. Екінші, гетерозиготалыны будандастырғанда алынған ұрпақтың генотипі мен фенотипін анықтаңыз. Осы сұрақтан оқушылар кейде қателеседі, тіпті ұстаздар арасында да болады, сұрап жататындар болады. Мысалы, мына жерде біз қай белгіні белгілейміз? Айтып тұрған жоқ қой, бірінші, екінші деп деген сияқты сұрақтар туындайды. Ол кезде біз мынаны ескереміз.
бізде сразу сөйлем былай басталып тұр, гомозиготалы доминантты ген, значит, бұл бірінші генге қатысты айтылып тұр деген сөз. Значит, қызыл қасқырға. Яғни қызыл қасқыр бойынша гомозиготалы доминантты ген болса, біз оны былай жазамыз. Міне мынау бізде қызыл қасқырдікі. Көбейтеміз. Мен деп тұр, мен, значит, екінші белгі айтылады деген сөз ғой келесі. Гетерозиготалыны будандастыру дейді. Қара түсінің гетерозиготалы болуы, ол уже бізде доминантты мен ресессивтінің көрініс табуы деген сөз ғой. И осыларды будандастырған кезде генотип пен фенотипті табыңыз дейді. Давайте мына жерден біз гаметасын шығарайық. Мынадан бір А шығады, мынадан доминантты А да, ресессивті А да шығады. И F1-ді тапқан кезде біз біріктіреміз Аларды. Міне, и келесі А мен кішкентай Аны біріктіреміз, гетерозигота. Байқасаңыздар, бізде доминантты А Мендель заңы бойынша болған кезде үнемі басып өзін жарыққа шығарып жүреді. Бізде мына жерде мысалы екеуі де доминантты, жарайды, бұл қызыл түс болсын. Мына жерде біреу доминант, біреу ресессив, бірақ Мендель заңдылығы бойынша доминантты ген ресессивтің үнемі басып кетеді. Сол себептен бұл жерде де қызыл түс шығады. Байқасаңыздар, бізде қай жауап келіп тұр? Фенотиптері 100% қызыл болып тұр. Ата-анасының генотипі гомозиготалы доминантты А мен гетерозиготалы А, значит, мынау Д деген вариантты дұрыс деп қабылдаймыз. Келесі. Бір заттың мембрана арқылы нәруыз тасымалдаушымен тасымалдануы дейді. Бұл да белсенді емес, пассивті тасымалдың түріне байланысты айтып тұр. Бұл тақырып жеңілдетілген диффузияға келеді. Айтып тұр, бір ғана зат молекуласы, яғни бір ғана зат мембрана арқылы нәруыз тасымалдаушымен тасымалданатын болса, ол бізде пассивті унипорт болады. Яғни заттар А конформациядан Б күйіне ауысу арқылы и қайтып өзінің бастап қалпына келу арқылы осылай заттарды тасымалдай алады екен. Антипортта екі зат молекуласы көбінесе иондар, зарядталған бөлшектер алмасып атады бір-бірінен. Калий, сутек, кальций, натрий деген сияқты. Пассивті симпортта екі зат молекуласы бірге бірігіп, бір бағытта тасымалданады. Оған біз жаңа ғана айтқан мысалдар, яғни екі зат молекуласы. Ми жасушаларындағы натрий мен глюкозаның бірге бір бағытта тасымалдануы деген сияқты мысалдар жатады. Келесі, 8-ші сұрақ. Нәруыздардың кеңістікте оралма тәрізді пішінде болуы. И жауаптарында нәруыздың 4 реттік құрылымы беріліп тұр. Ол реті бойынша ғой. Енді кеңістікте оралма тәрізді пішінде болуы деген сөз, ол бізде альфа спираль, бетта қатпар дегендер бар ғой. Ол бізде нәруыздың 2-ші реттік құрылымына тән сипаттама. И ол жердегі ең басты байланыс ретінде біз сутектік байланысты айтатынбыз, естеріңізде болса. Сол сутектік байланыс қой, амин қышқылдарында спиральді қалыпта ұстап тұрғаны, былайынан сызып көрсеңізші лучше. Идандай қатпар тәрізді ұстап тұрғаны осы сутектік байланысқа қатысты. 3-ші реттік құрылымында нәруыздың нақты екі пішіні болады уже. Глобула тәрізді, глобула ол шар тәрізді, және жіп тәрізді, немесе біз фибриллярлы деп айтамыз. Бірінші реттік құрылымы ше. Нәруыздың бірінші реттік құрылымы ол бізде жіпке тізілген моншақ тәрізді қалыпта болады, тек пептидтік байланыстармен ерекшеленеді. 4-ші реттік құрылым ерекшелігі олар уже олигомерлер. Олар 4 суббірліктің бірігуі нәтижесінде түзіледі. Оған мысал ретінде біз гемоглобинді айтамыз үнемі. И нәруыздың 4-ші реттік құрылымда 4 түрлі байланыс болады. Сутектік, гидрофобтық, дисульфиттік деген сияқты осындай байланыстары бар. Келесі, 9-ші сұрақ. Бұл жерде мынандай сипаттама берілген. Бір түрге жататын, популяциялар ішінде жүретін, әрі сол популяциялардың гендік қорының өзгеруіне және жаңа түрлердің пайда болуына алып келетін эволюциялық процестердің жиынтығы. Бұл жерде ключевой сөз бір түрге жататын популяция ішінде деп айтып тұр. Яғни, бұл жерде бізде бұл бір түр дараларының арасында болса, жаңа түрлердің пайда болуына алып келетін болса, ол бізде микроэволюция болады. Микро ол бізде тек таксондардың түр деңгейінде ғана популяциясын қарастырады. Сосын бізде макроэволюция дейтін бар. Бұл түрден де туыс таксономия бар ғой, туыс, тұқымдас, патшалық, қатар, бөлім, тип деген сияқты сол деңгейде қарастыратын болса, оны біз уже макроэволюция деп айтамыз. Келесі біздің 10-ші және де соңғы сұрағымыз, ол мынандай берілген екен. Нуклеотидтердің айналасындағы цитоплазманың нығыздалып, тығыз қабықтың түзілуінен басталатын процесс, бұл бактерияларға қатысты айтылып тұрған процесс, ол бізде спора түзу болады. Жалпы спораны білеміз, ол бактерияларды қолайсыз
ортадан, қолайсыз жағдайдан қорғау үшін өздерінің сыртынан қаптап киініп алып осындай спора қалпында жатады, білеміз, спора қалпында бактериялар 50-40 жылға дейін өмір сүріп, тыныштық қалыпта жата бере алады. Егер ол қолайлы ортаға кірсе, небәрі 4-5 сағаттың ішінде-ақ оянып, көбею арқылы уже көбею процестерін ары қарай жүзеге асыра береді екен. Яғни дұрыс жауап бізде осы. Капсула біз білеміз, ол бактериялардың сыртындағы болатын қалың цемент тәрізді қатты зат қой, ол да бактерияны қорғауға қатысатын бір зат ретінде қарастырылады. Жалпы ұстаздар, осымен біз сіздермен тағы да шағын 10 тапсырманы талдап болдық. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, өздеріңіздің басқа да әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Комментарийда тағы да қандай тақырыптар бойынша нұсқаталаулар күтеміз, соны жазыңыздар, мен оны айтудан шаршамаймын. Жақсы, олай болса біз нұсқаталдауымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.